Present continuous'ты осыған дейін дәл қазір болып жатқан іс-әрекет жайлы сөйлегенде қолданып келдік. Енді оған қоса present continuous'ты болашақ жайлы сөйлегенде де қолдануды үйреніп алайық. Егер де бір іс-әрекетті болашақта міндетті түрде жасайтындығыңызды нақты білсеңіз, present continuous'ты қолданасыз. Ал нақты болатын іс-әрекет дегеніміз бәрін дайындап, ұйымдастырып, реттеп қойдық деген сөз. Бәрімен келісіп, шешіп қойдық деген сөз. Мысалы, my sisters and I are going to the cinema this Wednesday. Жай ғана сіңілеріммен бару керек. Барсақ жақсы болушы еді деп қана жүрген жоқпыз. Қашан баратынымызды талқылап, бір фильм таңдап, сағат нешеде көретінімізді шешіп, уәделесіп қойғанбыз. Әпке сіңілі нақты барады. We are going to the cinema. We're playing D&D this Sunday. Бәріміз келісіп қойдық, уақыт таңдадық, кім келетінін анықтап, ойынды кім жүргізетінін шештік. Жорықшылар жексенбі D&D ойнайды. Бірақ сол күні біреу келе алмайтын болып қалған шығар. Мереке is not coming today, I'm afraid. Дәл кездесу уақытында бір шаруалар шығып қалды. Сол шаруаларды бітіремін деп келісіп қойды. Мереке бүгін келмейді. The book club's going for a hike on Sunday. Қай тауға шығатынын, қай күні, сағат нешеде аттанатынын бәрі шешіп, келісіп қойған. I'm flying to Mangostau next week. Саяхатты жоспарлап, ұшаққа билет алып, тұратын жер жалдап, бәрін жоспарлап қойдым. Маңғыстау өңіріне барамын. Демек, болашақта нақты жасайтын іс-әрекет жайлы сөйлегенде present continuous'ты қолданамыз. Ал қазір кәнекей өздеріңіз жаттығып көріңіздер. What are you doing this evening? What are you doing tomorrow morning? What are you doing at the weekend? Деген секілді сұрақтарға ұша жауап беріп, не осы бейне астына пікір ретінде жазып жаттықсаңыздар болады. Осы сабақ ұнаса, бейнеге бүл басып, басқаларымен бөлісіп, пікір жазып жіберіңіздер. Мен сіздерді келесі сабақта көремін.